Мен Кекінов Батыр Шәкірұлы қазіргі уақытта Жылой су мекемесінің директорының міндетін атқарушы болып жасап жатырмын. Мына қазіргі Жылой ауданында болып жатырған судың мәселесі, өзекті болып жатырған мәселе сары су, яғни қазіргі келіп жатырған ауыз судың мәселесі бойынша сіздерге қысқаша түсіндіріп өте кетейін. Бұл 23 мамыр айынан бастап Құлсары қаласының манағы су айдау станциясының несіне келген болатын сары су. Бұл сары судың келген себебін біз біріншіден білген жоқпыз. Екіншіден манағы магистрал водовод деген мекемеден біз суды алушымыз, Жылой су мекемесі. Солардан ауыз суды біз сатып алып, ары қарай халыққа таратушы мекемеміз. Бұл айтқанда, осыға уақытқа дейін 23 мамырға дейін ТО магистрал водовод бізге ауыз суды кәдімгі очистной фильтрдан өткізіп, тазартып, бізге ауыз су қылып беріп отырды. Техпаданы, Қиғаштан келген суды. Енді бұлардың тарапынан Қиғаш өзенінен бері қарай 160 км жерде үлкен трубалардың линияларын ауыстырған болатын. Ол ауыстыру жөніндегі жұмыстарын бізге хабарлама айтылған жоқ, және жаңадан іске қосылған линияның іске қосылғандығы туралы да бізге хабарлама айтылған жоқ ешқандай. Сол себептен біз аяқ астынан келіп қалған мына сары суды білген жоқпыз, және халық та білген жоқ. Біз алдын ала білсек, бір ескерту жұмыстарын жүргізер едік. Жылой су мекемесіне ешқандай хабарлама хатпен шығып ескертілмегендіктен біз аяқ астынан осындай жағдайға душар болып қалып отырмыз. Егер ескерткен жағдайда, әрине, бірақ бұл ескерткен жағдайдың өзінде де сары су келеді, бірақ енді бір кішкене болсын ақылдасы бір амал жасар ма едік деген ой ғой. Мынандай сары суды мүмкін линияға жібермейтіндей қылып, басқа бір амалдарын, бір жұмыстарын бір қарастыратын аяқ астынан болғандықтан біз не істерімізді білмей, осылайынан сары судың басында келген бұл сары су болған жоқ. Басында бұл вообще қатты дат, кәдімгі қоңыр, кәдімгі қызыл түсті деп айтуға болады, сондай сумен келді. Сол бүткіл ненің біздің біріншіден су айдау станциясында бізде тұрған Жылой судың 2 қазандық резервуарымыз бар. 5000 текше метрден, 5000 куб метрден. Біріншіден сол қазанның іші бөлінді. Екіншіден ол қазан арқылы бүткіл Құлсары қаласына кетіп жатырған қазір 300 километрдей линиямыз бар. Сол линияның бәріне кетіп, сол линияның бәрін бастады қазіргі таңда. Ал енді атқарылған жұмыстар, қандай жұмыстар атқарылды Жылой су мекемесінің тарапынан дейтін болсақ, Жылой су мекеме тарапынан біріншіден мына атқарылған жұмыстар қазіргі уақытта мына Жылой су мекемесінің тарапынан ең бірінші линияның бойын промывка жасау. Бұл әрине ең бірінші мына шет жақтан сымпы 615 пен вокзал ықшамауданынан бастадық. Өйткені ең қатты көп мына тұрғындардың наразылығы сол жақта қатты сары су жүріп жатыр, иіс қатты шығады дегесін, ең бірінші шет толғасын, шеттен бастап манағы 10 тонна водовозға ауыз су құйып, ішіне манағы хлор қосып араластырып, оны арнайы лабораторияға апарып тексертіп, хлордың манағы мөлшерін қаратып, бәрі мөлшеріне сәйкес болғандықтан анықтамамызды алып, ары қарай біз манағы линияның бойына промывка сол хлор қосылған суды жіберген болатынбыз. Түнгі жұмыстармен бұл денелөш жасалған жұмыс, ол судың линияның бойына промывка ретінде жіберіп, 3-4 сағат ана хлор су немен циркуляциямен айналып линияның бойын тазартып, одан кейін ар жағынан біз сливать еткен болатынбыз, сол судың бәрін далаға шығарып ағызғанбыз. Ары қарай вакууммен сорып, оны вакууммен манағы өзіміздің КНС-ке төккізгенбіз. Нәтиже оң болды, әрине. Келесі күннен бастап манағы кейбір үйлерде мана хлордың да шықты, кейбір үйлерден мана су ағарып тұрды. Бірақ көпке ұзамады ол нәтиже. 2-3 күн әрі кеткенде, 2-3 күннен кейін қайтадан сары судың мәселесі қайтадан басталып кетті. Келесі күні вокзал ықшамауданы мен сымпы 615-ті бітіргеннен кейін біз 2-ші ықшамаудан, 3-ші ықшамаудан және 5-ші ықшамаудан, онымен қоса 2А, 5А ықшамаудандарына тоже осылайынан жұмыс жасаған болатынбыз. Нәтиже манағыдай берді, әрі кеткенде 2-3 күн, одан кейін бәрібір сарғайып кетіп жатыр. Ол болмағасын енді ең әуел басынан бастайық деп 2 қазан резервуарымызды тазалаған болатынбыз күні кеше. 5-ші тамыз бен 10-ші тамыз аралығында 5 күн уақытымыз кетті. Сол 6 күндей 2 қазанды кезек тазалаған болатынбыз. Ол қазанды тазалау жұмыстарына арнайы Жылой ауданы мәслихатының депутаттары келіп қатысты, және қоғам белсенділері келіп, қоғамдық кеңестен белсенді азаматтар келіп қатысқан болатын. Олардың өздері де көрді, қазанның ішіне кіріп, аяқтай камераға фотоға түсіріп, бәрін тексерді, қалай тазаланған, қалай оның ішіне дезинфекция жасалған, бәрін арнайы мекемемен договор отырып, дезинфекция жасататын мекемені шақырып, ішіне дезинфекция жасатып, актін бәрін жасақтап, санитеттің басшысының орынбасары да келіп қатысып, бәрі көрген болатын. 2 қазанымызды да былай айтқанда ағартып, тазартып жуып қойдық. Одан кейінгі нәтижесінде былай айтқанда әлі ол да бір оң шешімін берген жоқ. Судың ағаратын түрі әлі оған да істеген жоқ.